Соңғы кезде осындай семиместный машинаны көп сұрайды. Өте көп адам под ключ сұрайды. Міне мынау Avenza 2019 жылғы дейді. Мынау 9 миллион теңге болады екен под ключ. Біз мынаны санадық, жолын санадық, растаможка, первичная регистрация, объемы 1/5. Бұл семиместный машина. Арты мынандай. Такси болмаған бұл. Так, жылын көрейік. Жылы бірақ 2018 екен. 19 деп жазып қойыпты. 2018 жылы мынау. Мына машинаның жағдайы жақсы. Ондай қатты шаршамаған машина көрініп тұр. Accident? No? Ұрылмаған, боялмаған. Бұл машина арабтардың өзінде жүретін машиналар, бұл негізі ол ондай қатты ұрылмайды. Bu жақта ондай ДТП, қатты ДТП болмайды. Ондай болған жағдайдың өзінде олар оны мынаяққа рұқсат етпейді екен сатуға. Мыналар енді ұрылмаған машиналар. Объемы 1/5. Мынандай VVTi двигатель тұр. Аккумулятор кішкентай екен. Бразер. Қазір оталдырып көрейік. Салоны міне мынандай. Кондиционері бар. Автомат коробка. Монитор жоқ екен мына жерде. Қазір пробегін көрейік. Двигателін көрейік. Қалай екен? 76.355 километр жүрген пробегі. Датчик давления в шинах жанып тұр. Басқа еш нәрсесі жанып тұрған жоқ. Мультируль мына жағындаған екен. Коробкасы жақсы переключаться етіледі. Ешқандай пинок, рывок жоқ бұда. Осындай машинаны өте көп адам сұрайды. Семиместный под ключке қандай машиналар бар деп. Осындай 2018 жылғы осындай машина бар. Қазақстанға 2017-тен бастап өтеді растаможка. Бұның растаможкасын мен қазір айтып кеттім. Под ключ қаншаға шығатынын. Осы машинандай осындайлар көп машиналар. 19 жылғы, 18 жылғы. Егер қажет болса, хабарласыңыздар. Енді бұл туралы сұрақ жоқ деп ойлаймын. Под ключ бәрін санап бердім. Доставкасын, растаможка, утиль сбор, первичный регистрация бәрін санап бердім. Алдым мынандай. Бұл жерге 2019 деп жазып қойған екен, бірақ бирка бойынша 2018. Жағдайы жақсы, қатты шаршамаған машина.